бір екі үш бір екі үш бір екі үш дауысым естіле ма? Бір екі үш. Сіздің дауыс естілмейді маған. сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, Омарбек мырза. Дауыс естілді ма? Қайырлы таң, енді естілді. Маржан ханым ғой да? Иә, Жақсы. Қалайсыз, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? жақсы, бәрі жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Тамаша, керемет. Сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Сізбен танысамыз, танысамыз деп біраз уақыт әйтеуір бір-бірімізді сағынып жүрдік. Кейде сұрақ қоямын, қыздардан не болды? Енді жаңағыдай әр сабақ алған мен үшін маңызды. Мен үшін сабақты оқығандардан гөрі соны әрекетке көшіргендер маңызды. Әйтпесе кейбір кісілер бар, оқиды Иә, оқиды қоя салады. Маған ол қызық емес. Маған соны практикалық түрде күнделікті өмірде қолданатын адам. Мен сол сұраймын, не болды, осы кісілер бастады ма, мына кісі істеп жатыр ма, мына кісі істеп жатыр деген сияқты кейде сұрап тұрамын қыздардан. Сосын әне сіз айтады, не, иә, хабарласады, әлі бір сертификат деді ма, оны сәл кешірек жіберіппіз деді ма, одан кейін сізді хабарсыз біраз созылған ба, сөйтіп сөйтіп біраз бір бірімізді сағынып жүріппіз ғой общем. иә, иә, Омарбек мырза. Сіз сабақты былтыр оқып қойдыңыз ғой да, қателеспесем, 2024-те. Иә, Омарбек мырза, мен негізі прокуратура органында қызмет істеген адам. Қай жерде? Биылғы 25 жылдан бастап прокуратура органында. Аха, түсінікті, органда. Мхм. Негізгі жұмысым болған адамын. Сіз менің жұмысымды шет жағасын білесіздер ғой, бізде 24/7 сондай режим жоқ. Аха. Сондықтан мен жалпы болашақта осыны жоспарладым да, Мхм. 2025 жылы мен зейнеткерлікке шықтым. О, жақсы. Қазір түбегейлі толық осы бағытпен жұмыс жасағым келіп жүр. Сондықтан мен бір жылдай сіздермен хабарласа алған жоқпын. Тек қана менің алдағы мақсатым тек курсты сатып алып жылдам, сіз мүмкіндік болып жатқан кезде. Өйткені сіз сол курсты сол кезде бір жеңілдікпен саттыңыз ғой. Иә, 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 иә. Мхм. Сол кезде мен алып алдым да, Мхм. негізгі жұмысымнан шыға алмай, тек бос уақытта ғана сол курсты оқып аяқтадым. Енді ол менің ұзақ уақытқа созылып кеткен себебі сол болып тұр. Мхм. Түсінікті. Ішкі орган дедіңіз, қай қаладансыз негізінде, қай жақтан хабарласып тұрсыздар? Мен Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы. Зайсан қаласы бар, кішкентай 37 Мхм. мың адам тұратын аудан Мхм. бар. Сонда прокуратура органында жұмыс істедім. Мен отставкадағы майормын, прокурормын. О, тамаша, керемет, өте жақсы, тамаша. Қанша жыл ол жақта жұмыс істедіңіз? Ол жерде мен 25 жыл қызмет атқардым. 25 жыл. Мхм. Негізі өзіңіздің оқыған, бакалавр оқыған мамандығыңыз осы салада ма, или басқа сала ма? Иә, осы құқықтану факультетін Тану бітіргенмін. саласында. Өзімнің жалпы алып шыққан мамандығым юрист. Вау, супер. То есть өзіңіздің бағыт бойынша оқыдыңыз, жұмыс істедіңіз, и осылай Иә, мемлекетке еңбек сіңірдіңіз. иә, Өте иә, иә. маңызды. Жалпы осы профориентологияның маңызы осында, Маржан ханым. Неге? Мен енді бұл салаға қалай келдім? Енді 15 жылдан бері осы салада жүргендіктен, әсіресе университетте жүргендіктен көп көремін. Екінші, үшінші курс студенттер, ағай, это не мое деп бастайды. Тіпті мен өзім замдекан болған кезде маған келіп өтініш жазатын. Ағай, өз еркіммен гранттан бас тарта отырып мамандық ауыстырайын, университет ауыстырайын. Енді біз қол қойсақ, ол грант жойылады, потому что мамандық ауысқан кезде грант жойылады ғой. Сол кезде ойланатамыз, мынау грант деген ақша ғой, мемлекет қанша ақша қойып жатыр. Сонда деймін да, сен өз еркіңмен бас тартып алсаң, хабарың бар ма деймін да. Иә, хабарым бар, аға дейді. Ал сонда бұл мамандыққа не үшін келдің? Білмеймін. Мамам айтты, грант үшін келдім, немесе басқа нәрсе айтады. Яғни демек өз еркіме келген жоқсың ғой? Жоқ, өз еркіме келген жоқпын. Аха, деймін, түсіне бастадым. Бала уже бірінші екінші курста түсінеді, что не то бағытқа келгенін. Тіпті өткенде 132 балл алған Жандос деген жігіт келді, декабрьдің 23 шамасында. Ағай дейді, шыдай алмадым дейді. Сыныпта 30 адам болса, жаңағыдай 29-ы методика, мұғалім туралы нәрсе айтады. Мен дейді, вообще мұғалім қатысым жоқ дейді. Вообще мұғалім болмайды екен дейді. Неге келдің? Мама айтты дейді. Ал ол да өлмейтін өшпейтін мамандық. Мұғалім болсаң әйтеуір ақша табасың, жеміс табасың, өлмейсің, өшпейсің. Мен мұғалім мысы жоқ ағай дейді. Мен 6 айда түстім дейді.
қалған 3,5 жылда мен бұлай өзімді қинағым келмейді дейді. Ақыл ауысамын. Енді ауылдан келген бала ғой, қалған енді мамандық ауыстырған кезде грант жойылады, ата ана хабар бар ма дедім, бірінші мен шок болды. Солай ма деді. Иә, солай дедім. Давай ата ананы шақыр, потому что ақша төлейді ата анаң. Ата анасы келді, 47 жастағы үлкен кісілер. Сұраймын да, мамасына айтамын, неге проблема болды? Енді өз ойын айтпады ғой деді. Қараңызшы, өз ойын айтпады ғой, мен қайдан білейін? Проблема екеуінде болып тұр да. Бала да өз ойын дұрыс айта алмады, мамасы да оянбады, баласы да оянбады. Мамасы есе жамандық қалаған жоқ, просто баласына осы бағытқа барсаң деп өз ойын айтты, бала да соны қабылдап алды. Негізінде тыңдау керек, балам қай жаққа барғың келеді, не ұнайды, не ұнамайды, мысалы баланы ашу керек еді да. То есть айтайын деген бұның бәрі не үшін? Қараңыз, қазір өкінішке орай 80-87% талап балалар өкінішке орай өз еркімен бір нәрсе қалап таңдамайды, сыртқы фактордың әсеріне қалады. Бұл үлкен проблема. Бірінші жойымыз осы. Не үшін бұны жою керекпіз? Өйткені университет бітірген, Атамекен ұлттық палата статистикасы бойынша 61% жоғары оқу орны түлектері өкінішке өз бақытын жұмыс істемей жатыр. Соңғы 4-5 жылдың статистикасы ащы шындық болды. Енді қараңыз, 4 жыл бойы оқиды шыққаннан кейін, ой, это не мое дейді. Өз ойлап қараңыз, сіз құқықтан оқыдыңыз, заңгер оқыдыңыз, 4 жылдан кейін, жоқ, мен бұл салама қызық емес десеңіз, қалай болар еді? Немесе сондай адамдар бар шығар да, мысалы сізге келіп, жоқ, мен вообще құқықтан қатысы жоқ деген сияқты. Немесе медик оқиды, 7-8 жыл оқиды. Ойлап көріңіз, 7-8 жыл медиа оқиды, бірақ қатысы жоқ. Мен дәрігер болмаймын. 4 жыл 5 жыл IT оқиды, мен таксист боламын дейді. Ауыр соқпа. Сізді қараймын, айтпай, өзіңіз бакалавр құқықтан оқыдыңыз, сол салада заңды білдіңіз, қазір мемлекетке 25 жыл еңбек сіңірдіңіз. Бұл үлкен бақытта, бекер емес қой да, мамандық пен жар таңдауда қателеспе деген. Енді осыны естиміз, Маржан ханым, сіз біз болып халыққа жеткізу керекпіз. Өйткені қазір биыл 216 мың бала бітіріп жатыр. Былтыр 181 мың еді, биыл 216 мың. Сұраныс өте жоғары. Өзіңіз де біліп тұрсыз, бекер келген жоқсыз. Яғни бұл сала, шын айтайын, өзекті сала. Өте өзекті сала. Ол тек қана 11 емес, 10 сынып бар, 9 сынып бар. Одан бөлек колледждер бар. Одан бөлек олардың ата-аналары бар. Көрдіңіз ғой да? Ойлап көріңіз. Одан бөлек 1-2 курс студенттер бар. Міне, осының барлығы бізге сұрап жатыр. Ағай, тағы да профориентолог бар ма деп жатыр. Біздің мақсатымыз осы. Курс тек қана оқып, шетке қоя салу емес, оны практикалық түрде күнделікті қолдану. Мен былай айтатын едім, дәрігер қалай адамдың денесін емдейді, біз профориентологтар бір дәрігер іспетті адамның миын емдейміз. Дұрыс бағытқа итермелейміз. Баланың дұрыс маман таңдауына коучинг жасаймыз. Яғни отырып та бір не істейміз, бағыттаймыз. Біз маман таңдап бермейміз, Маржан ханым, ұмытпаңыз. Тіпті мамандықты мамасы таңдап бермейді. Біз техникаларды, әртүрлі өзіміздің әдістерді, методиканы қолдану арқылы баланың дұрыс маман таңдауына бағыттаймыз. Соңғы шешімді мамасы, папасы емес, баланың өзі беру керек, хабарыңыз болсын. Біз тек қана бүкіл инструмент алда қоямыз. Яғни баланың қол жетпейтін нәрсесіне примерно қалай қол жеткізу болатынын көрсетеміз. Ары қарай алып жейме, қолданам, ол өзі білу керек. Егер біз алып берсек, біз маман таңдап берсек, ертең былай дейді. Бұны дейді Маржан ханым таңдап берді ғой. Мынаны дейді Омарбек аға айтты ғой. Мынаны жаңағыда мама айтты ғой, мама таңдап берді ғой. Көрдіңіз да? Z ұрпақ осылай айтуға өте дайын тұр да. Пәленше жауапкершілікті бізге лақтыруға дайын. Сондықтан да біз оларға не істейміз, мүмкіндігінше өзіне жауапкершілік алуды үйретеміз, оятамыз. Біз мақсатымыз осы. Өте қуаныштымыз, Маржан ханым, осындай былай жанып тұрған әріптестер көрген кезде біздің бір шабытымыз ашылады. Жалпы енді бұл сала көбісі жаңағыдай мұғалім болып келеді. Мұғалім, психолог, не болмаса ата-ана болып келеді. Өзімнің балам бар, 9 сынып, 10 сынып, соларға бағыт бағдар берейін деген мақсатпен келетіндер бар. Бастапқыда сосын уже ақырына бақырнап қарайды, қызық екен түсінеді, уже көршілерінен бастайды, мектепке бастайды, ауданға кете береді былайша. Сондықтан да сіздің келу мақсатыңыз қандай мақсатта келдіңіз? Мен сізді 2021 жылы парақшаңызда кездесіп, сол сіздің жалпы осы жұмысыңызға қызықтым. Неге қызықтым? Өйткені менің ең тұңғыш балам 11 бітірді. Содан сол баламның 9 класстан бастап, баламның 9 класстан бастап, қандай жоғары оқу орнына түседі, қандай мамандық таңдағысы келеді, сол мені қызықтыра бастап, мен баламнан соны сұрай бастадым. Менің балам қазір СЗУ-да оқиды, тарих факультетінде 2 курс студенті. Мәссаған.
біз осы СДУ университетін, осы педагогикалық мамандықты ол өз жүрегімен, өз қалауымен таңдап, біз соған жолына түсіп, түбінде нәтижеге Аллаға шүкір жеттік. Молодец. Қандай керемет. Ол, Супер. ол бір. Екіншіден, мен өзім де ойлана отыра, менің негізгі ең бірінші таңдаған мамандығым мұғалімдік болған. Бірақ мен кезінде мұғалімдікке түсу бізде маған қиын болды, казгуден құлақ қалдым да, одан кейін қайтадан жүрегім дауаламай, сол юридическийдің платныйына түстім. Ол кезде енді біз 96 жылы мектеп бітірген жылдары қиын, университет оқу қиын болды ғой енді. Біздің жылдар өте бәрі мынандай жеңіл жоқ, ешқандай ақпарат жоқ. Біз өзіміз өз ойымызбен, өз таңдауымызбен айтып жүрдік. Сол кездегі біздегі бір мақсат жұмысқа тұру болатын. Оқу бітіргеннен кейін міндетті жұмысқа тұру. Ал мына құқық қорғау органына жұмысқа тұру маған мүмкіндігі көп болды. Өйткені менің ағаларым құқық қорғау органдарында істеді. Солардың бағыт бағдарымен мен жаңағы заңгер мамандығын таңдап шықтым. Қазір енді шынында да өзім ойласам, менің қалауым өзім мұғалімдік екен. Мен өзім мұғалім болғым келеді, балалармен жұмыс істегенді жақсы көремін. Супер, супер. Түсінікті. Екінші мамандығымды өзімнің армандағы, бала кездегі арманымды жүзеге асыру үшін осы бағытты қазір қызығып, оқып, көңіл қойып бөліп жатырмын. Тамаша, қараңызшы, мен бір байланыстырып жатырмын да. Сіз қазір ішкі орган жұмыс істедіңіз, яғни үлкен адамдармен жұмыс істедіңіз. Олардың да жалпы заңды түрде дұрыс па? Дұрыс бағытта жүрулері дұрыс емес па? Қисық жолда емес, түзу жолда жүрулеріне бір себепші болдыңыз ғой. Енді зерттей келе, негізінде бұны кішкентай кезден балаларға, яғни мектеп кезінден егер дұрыс түсіндірсек, не істейді? Бала үлкен кезде қылмысқа бармайды, теріс жолға бармайды. Көрдіңіз ғой да? Негізінде сіздің істеп жатқан жұмыстарыңыз бен қазіргі мына мұғалім болғым келеді қатты алыс емес. Барлығы тәрбиелік пән жұмыстар. Қандай маңызды мәселе келіп тұрмыз. Сондықтан да сіз алысқа да келген жоқсыз. Сіз примерно осы дұрыс бағытта келесіз қазір. Супер, тамаша. Соны өзімді айтып қоямын, заңның орындалуын жұмыс жасадым. Заңдың орындалу болу үшін білімді жастар керек. Білімді жастар болса, заң бұзылмайды. Оны орындаудың бақылаудың қажеті жоқ орындалуын. Өте дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Қай жылдар есімде жоқ, бір мақала оқығам. Америкада 5-6 сыныптардың кітап оқу статистикасын зерттеп жатыр бір үлкен бір мекеме. Зерттеу нәтижесінде анализ жасайды. Кітап оқығандар мен оқымағандардың региондарын бөледі және осылай бір қорытынды шығарады. Біз пәленше 10-20 жылдан кейін мынандай түрме соғу керекпіз, мына региондарға мынандай мектеп соғу керекпіз. Неге дейді? Өйткені дейді, кітап оқымаған жастар көп дейді мына региондарда. Олар тек қылмысқа барады дейді. Қараңызшы, 5-6 сыныпта кітап оқымайтын балаға қарап, қанша түрме, қанша мектеп соғу керек екенін шешім шығарады. Мына жақта дейді, кітап оқығандар көп дейді. Олар көп қылмысқа бармайды дейді. Кітап қылмысқа бармайды дейді. Өйткені білімді ғой, оларға мектеп керек дейді, орталық керек дейді. Мына жақта көп мектеп салдым дейді. Қараңызшы. Яғни бұл дата анализдің берген нәтижесін қараңызшы. Қаншама әлі 5-6 сынып қой, олар мектептен дегенше 5 жыл бар, университет 5 жыл бар, почти 10-20 жылдан кейінгі примерно жоспарды қарап істеп жатыр, уже олар бір шешім шығарып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл өте маңызды бір мәселе. Арамызға қош келдіңіздер. Жалпы енді курсымызды аяқтадыңыз, барлығын түсіндіңіз ғой да? Курсқа қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы сабақтар түгел аяқтадыңыз ба сабақтың барлығын? Сабақтар толық аяқтадым, мен үшін бәрі түсінікті болды. Өте қарапайым, мысалға мен секілді басқа саладан келген адамға да түсінікті. Мысалы мен педагог болмасам да өте бір жалпақ тілмен өте жақсы қызығып қарадым. Видеоларыңыз өте керемет, сабақтарыңыз өте құнды, өте бәрі түсінікті болды. Тамаша, сертификатыңызды алдыңыздар, құтты болсын. Алдым, рахмет. Бір диплом алғандай болдым. Қуандым балаша. Енді жемісін көріңіздер, енді Зайсан алыс емес. Біз бұйырса кейде аралап жүреміз. Осы жаңағыдай Астана, Шымкент, жаңағыдай жалпы осы Алтайдың ішінде біраз 14 қалада болыппын. Өскемен жаққа барып қайттым. Бұйырса Семей жаққа да барып жатсам, енді Зайсан алыс емес қой. Естуім бар, Зайсанның жалпы табиғатын естуім бар. Бір барып қайтармыз сіздер жаққа, бір амандасып, бір осылай бетпе-бет отырып сөйлескеніне қандай үлкен бір не ғой енді мүмкіншілік. Сіз Алматыға келіп жатсаңыз, мысалы балаңыз Алматыда оқиды екен, бұл сөзді келген кезде бір хабарлассаңыз, отырып кофе шай ішейік мысалы да. Айтамын ғой, бұл таныстық, бұл тек қана осымен шектелмеу керек. Ары қарай даму керек, өсу керек. Біз енді осы курсты оқыдыңыз, енді осының ары қарай бұйырса практикалық түрде сіздермен талай жұмыс істейміз деген ойдамыз. Сізбен танысқаным өте қуаныштымын. Бірге жұмыс істейтінімізге сондай аса бір қалай деймін, күтіп отырмын. Бір жақсы жемісті жұмыс болатынына
зайсанға міндетті түрде келіңіздер. Зайсан ауданы Шығыс Қазақстан облысындағы ең көрікті, ең бір экономикасы дамыған, халқының көзі ашық аудан. Вау, қандай керемет. Өте супер, тамаша. Бұйырса келеміз. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма, Маржан ханым? Жоқ, Омарбек аға, менде бір сұрақ, сіздердің топтарыңыз бар ма? Мен ары қарай білімді жетілдіру үшін басқа профильный топтардан бір опыт дейді ғой, жинау үшін сонымен қалай да бір қарым-қатынас жасауым керек сіздермен. Ондай топ бар ма? Иә, оны айтам, қыздарға айтам. Осы келесі аптадан бастап уже бәрі реттеп, жаңағыдай сіздерді топтарға қосып отырады. Менің сізге бір нем бар қазір, как раз осыған енді қызығып жатсыз ғой.